Сәлем достар, жаңа жыл қарсаңында балалардан бастап қарттарға дейін барлығымыз келер жылдан қандай да бір сиқырлы өзгерістерді күтіп отырамыз. Мен де, сіз де балалық шақтан бері жаңа жыл жақындағанда Аяз Атаға арнап небәрі тақпақтарды жаттайтынбыз. Тіпті желтоқсан айының соңында іні қарындастарымызға жақында Аяз Ата келеді деп алдап жүреміз. Бірақ Аяз Ата деген кім? Неге бүкіл әлем бір бейтаныс кейіпкерге имандай сеніп кеткен? Ол ертегі кейіпкері ме? Тілектерді орындаушы ма? Бұл кейіпкер пұтқа табынушылармен қалай байланысты? Бүгін біз Аяз Атаның шын тарихын айтатын боламыз. Осы видеомызға кірген әр адамға айтарым, видеоға максималды түрде лайк басып, достарыңыз бен туыстарыңызға, сыныптастарыңыз бен көршілеріңізге таратып отырыңыздар. Барлығымыз жаңа жыл мен оның бас кейіпкері Аяз Ата жайлы біле жүрейік. Әрине, арнамызға тіркеле отырыңыз. Сонда мен сіздер үшін күн аралатып қызықты видеоларды жасап отырамын. Лайк басып тіркелдіңіз бе? Ондай болса жалғастыра берейік. Аттары бөлек болғанымен Аяз Ата мен Санта Клаустың заты бір кейіпкерлері. Екеуі де мейірімді әрі мейрамдық атмосфераны тудыратын киелі жандар болып танылған. Тіпті кейбіреулер оларды ежелгі рух, қыстың, аяз бен ызғырықтың билеушісі деп санайды. Бірақ фольклорлық демге берілмесек, Санта Клаус шын мәнінде өмір сүрген адам екен. Алайда ол бізге елестейтін ақсақалды атаға мүлде ұқсамапты. Қазіргі Түркия шекарасында біздің дәуірімізге дейінгі 253 жылы дүниеге келген. Оның шын есімі Қасиетті Николай болыпты. Ол айналасындағыларға барын беруге дайын, жақсылық жасауды мұрат еткен христиан дін қызметкері болып өмір сүріпті. Осы кездерден бастап киелі Николайдың образымен бұрыннан бері келе жатқан пұтқа табынушылардың аңыздары араласа бастайды. Аяз Ата жаңа жыл мерекесін тойлау дәстүрі пайда болмас бұрын бар болған фольклорлық кейіпкері. Бағзы замандарда жер бетін мекендеген барлық адамдары, өлген адамдар өзінің тайпасын қорғап, жақсы ауа райы мен мал жанды қамтамасыз етеді деп сенген. Осы көмектеріне алғыс айтып, және келер жылы да бізді ұмытпасын деген ниетпен жаңа жыл түні оларға арнап сыйлықтар әзірлеген екен. Ауыл жастары осы түні әртүрлі бет перделерді киіп, көшеге шығып Аяз Атаны күтетін болған. Үлкендер Аяз Атаға арнап тағамдар пісіріп, далаға шығарып қояды екен. Мұның себебі ол бастапқыда өте қатал, жауыз, адамдарға үскірік борандар жіберіп, мұз етіп қатырып тастайтын жағымсыз кейіпкер болыпты. Бір қызығы, біздің ұғымымызда Аяз Ата сыйлық алатын емес, керісінше сыйлық әкелетін тұлға. Алайда еуропалық фольклорда ол керісінше жылдың соңында өзін тәртіпсіз әрі бұзық көрсеткен балаларды жазалап, олар үшін маңызды заттарын тартып алатын болған. Тіпті ұру тұрсын, зорлап, өлгенше қинап, жеп қоятын делінген. Яғни Аяз Ата жақсы балаларға мейірім, ал жамандарға қорлық танытқан. Ал барлық балалардың үйіне жету үшін әлбетте оған көмекші керек болған. Және сіз ойлағандай, ол атаның сенімді серіктерінің бірі Ақшақар емес. Ол бүгінгі видеомыздың бас кейіпкері Крампус. Ежелгі аңыз бойынша Крампус деген Санта Клаустың жауыз сыңары. Ал оның сыртқы болмысы жын періден еш аумайды. Ол 11-14 ғасырлардағы неміс және Альпі фольклорынан шыққан кейіпкер. Оның есімі ескі неміс сөзінен шыққан Крампен, яғни тырнақ дегенді білдіреді. Крампус жүзі мен денесі ұсқынсыз, мүйіздері мен тұяқтар бар. Тілі үшкір, иісі жиіркенішті, ал жыртық киімдерінде шынжырлар мен қоса түрлі ұсақ ойыншықтар ілінген. Міне бұл Крампустың бейнесі. Басқа сөздермен айтатын болсақ, шайтан тәрізді жаратылыс. Рождество қарсаңында ол өзін дұрыс ұстамаған балаларды ұрлап, кейін оларды жардан тастап, немесе жейтін, ал әйелдерді азғырып, зорлайтын болған. Крампус үйге мереке емес, көз жастығын әкелетін. Ол тәртіпсіз балаларды әкетіп қалған соң, ата-аналарға шыбық немесе қамшы қалдырып кететін. Оның мақсаты Крампустың жоқтығында үйде қалған балаларды тәрбиелеп ұру үшін. Бір қызығы, Крампустың шығу тегі Аяз Атамен тығыз байланысты. Кейбір аңыздар бойынша олар ағайынды,
ал басқалар бойынша ең жақсы дос болған. Ал біреулер олар бір-бірімен өте жақсы тіл табысып, жаңа жылдық сұмдықтарды бірге жасаған деседі. Германия, Австрия, Чехия, Венгрия сияқты елдерде жаңа жыл қарсаңында Крампусты құрметтеу рәсімдері бұрыннан бері жалғасып келеді. Мерекелер 5-6 желтоқсан аралығында өтеді. Ол кезде ер адамдар ұсқынсыз костюмдерді киіп, көшеде серуендеп, максималды шу шығарады. Барлығы мүмкіндігінше көп адамдарды қорқыту үшін бәрін жасайды. Кейбіреулердің айтуы бойынша бұл Хэллоуиннің қараңғы нұсқасы. Басқа сөздермен айтатын болсақ, мейрамның түпкі идеологиясы сайтани идеология, яғни сатанизмнан ешқандай айырмашылығы жоқ екен. Бүгінгі видеомызды көріп біткеннен кейін сіз Аяз Ата кейіптері қайдан пайда болған білетін боласыз. Енді өз достарыңызға оны таратып көрсетуге ұмытпаңыздар. Біздің дінімізде, тарихымызда, тіпті фольклорымызда ешқашан үйге кіріп сыйлық беретін адам болмаған анық. Діні ислам, өзі көшпенді халықтың бірде-бір жағына үйлеспей қайшы болып келетін Аяз Ата өзге халықтардан келіп өмірімізге әбден сіңіп кеткен шайтани бейне екенін ұмытпайық. Достар, видеоны барынша таратып, лайк басып, пікір алаңға өз ойларыңызды қалдырып отырыңыздар. Ең бастысы арнамызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы.